екеуі де әдемі қыздар. Енді мына жерде енді бірақ қарап отырмыз ғой, Назым мен Галаның егер де отношениясын былай қарайтын болсақ, екеуі вообще бөлек әлем. Ал Шырайлым өте вообще басқаша да типажы. Сырт келбеттер келетін шығар, бірақ сөйлеген сөздері, мәнері деген секілді барлығы екі түрлі болып тұр. Және де мына жерде шынымен де Гала бір удочка тастап көрген секілді болып көрініп тұр Шырайлымға, бірақ Шырайлым оны қабылдамай, жай ғана достық ретінде қабылдап қана қойған секілді болып көрініп тұр. Түсінікті. Барлығы Галаның сөзінің кесірінен. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір. Қыз бен жігіттің арасындағы достыққа сенесіз бе? Қазіргі актуалды тақырыптардың бірі. Сенем, қыз бен жігіттің арасындағы достыққа сенемін. Өзімнің де достарым бар, бірнеше жыл бойы араласып жүрген. Сондықтан қыз бен жігіттің арасында достық бар деп ойлаймын. Бірақ та кейбір қатысушылар сенбейміз дейді, өйткені екеуінің біреуінде сезім болуы мүмкін дейді. Білмедім, енді менің тарапымнан сол достарыма сезім жоқ, олардың да тарапынан жоқ деген ойдамын енді. Өміріңізде ондай тәжірибе болған жоқ. Достықтан сезім. Болды, иә. Бірақ ондай жігіттермен араласпай қалып жүрдім, сезімін білдірген. Өйткені мен достықтың шекарасына білемін, аттағым келмейді. Мен тек дос ретінде қабылдадым ба, демек ол менің досым деген сөз. Түсініп тұр. Үндемей отыра беріңіз, екі жақта сөйлемей. Орындарымызға керек. Просто бағаламайтын адамды көріп жатырмын. Ғалымжан сізді бағаламайды. Неге онда ойға келдіңіз? Енді қанша нәрсе айтылып жатыр, бәрі айтып жатыр. Например, бәрі көріп жатыр екен, қатысушылар взглядтарын, эмоциясын көрген. Но сол моментте бұл стоп қойып, Назым осындай деп түсіндірсе, мен хорошо дейтінмін да, и басқа эмоция беретінмін да. Ол қазір бәрібір да оған бәрі болып отыр. Ол ойлап жатыр, мен оның қасынан кете алмайды, ол мені жоғалтуға да қорықпай тұрады, например. И сол үшін мен жынданып кеттім да. Бағана сыртта әдемі деген кезде, сол кезде айтса маған егер, мен ол қызмен танысым десе, мен уже басқаша реагировать ететін едім да. Маржан ханым, не болып жатыр? Негізінде әйел негіз байқайсың ғой өмірде де. Мен ондай нәрсеге мен импат адам болғаннан кейін мен қатты сезіп қоймын қасымдағы адамды ше. Сіз не сездіңіз? Менің Юля ханымның кәдімгідей Айболға сезімі ашылғанын, көзінің отының жанғанын. Айболға? Иә, осы уақытқа дейін Юляның біреумен рилс түсіргенін мен байқамаппын, видео түсіргенін. Бірақ Айболмен бір емес, бірнеше видео түсірді. Оның біреуінде жаңа аяғын ұстатып видео түсірді. Тренировка жаңағы спортивный бір движение істеді да. Сол кезде сезесің, ашылып жатыр, күннен күнге әдемі болып стараться етіп қысқа киініп келген дүниені байқап қалдық. Сондай нәрсені мен байқаған нәрсені, көрген нәрсені айтып жатырмын да. Енді яғни ол Құдай берген емес, ол Айбол келгеннен кейін дайын пайда болған дүниелер да. Мен жалғыз емес, мысалы Шолпанда байқаған. Екі адамның бірдей байқауы сәйкестік деп ойламаймын уже. Екі құрбы бір нәрсені байқады. Түсінікті. Маржан одан кейін Назым, Ғалымжан, Болат, Шырайлым, жалпы не ойлайсың? Негізінде мен ойлаймын, жаңа ютубта да айтып кеттім. Шынымен, мысалы мен бір салонға баратын болсам, администратор бала не үшін жазады? Дос бола алайық деп жазбайды ғой, маған жазады. Ұнатып қалдым, мен жиі болады, бір жерге барам, маған обязательно 2-3 бала жазады. Сіз ұнатып қалдым, өте әдемі екенсіз, кездесек деген дүниені айтады. Кейін араласа келе түсінеміз, что бір-бірінің адам емес екен, одан кейін дос болып араласып кетеміз. Жерде явно сондай болған. И жаңада келген кезде Ғалымжанның сөзі, әлі тұрмысқа шықпапсың деген, ол тесіп кетті да, типа, кезінде мен маған тимеген деген сияқты дүниені солай бірнеше адам көріп қалдық та. И содан кейін мен ойлаймын, кезінде Ғалымжан ол қызға подкаст жасаған, ол қыз мүмкін дос болайық деп ұсыныс жасаған, содан кейін дос болып қалған сияқты да. Соны және Ғалымжан жасырып отыр. И Назымға сол нәрсе ұнамай отыр да. Айта салу керек, иә, кезінде бұл қызға қызығушылығым бар еді. Кейін бірақ екеуміз дос болып қалдық десе, ешкім оның басын кесе алмайды. Өткен дүние өтті, бәрімізде жаңағы сөз, қарым-қатынас деген дүние болды ғой. Бәрін ашып айту керек еді. Шолпан қазіргі таңда актуал тақырыптардың бірі қыз бен жігіттің арасындағы достық. Жалпы өзіңіздің ер азамат, ер адам, достарыңыз бар ма? Жалпы сенесіз бе? Негізі мен сенбеймін. Неге? Постоянно осы позицияны айтамын. Өйткені ер мен қыздың арасында біреуі обязательно ұнатуы мүмкін. Сол үшін білмеймін енді, ол ер азаматқа не айтасың мысалға дос болып. Просто танысың, коллегаң болуы мүмкін, бірақ достық болмайды. Менің достарым жоқ. Мүлдем.
ер достарым жоқ, просто таныстарым болуы мүмкін, коллегам болуы мүмкін, или бір жұмыс бойынша, проект бойынша, да, қатысушылармен мысалы деген сияқты. Бірақ ешқандай достық жоқ ешкіммен. және сенбейсіз. Қызық. Сіз не ойлап тұрсыз енді жалпы? Маған конкретно неприятно болып тұр. Мысалы, бәріміздің өткеніміз бар, әңгіме жоқ, бірақ именно менің алдымда отырған бірге отыру маған неприятно да. Мысалы, сырттағы адаммен жүргені маңызды емес. Қазір мысалы, бұрынғыдай кезде араласа алмай қалуымыз мүмкін да. Өйткені ол мәселе болады. Өйткені бұрын олар сөйлескен деген сияқты. Сондықтан да білмеймін, басымды атып отыр. Назымға да неприятно. Бұрын сөйлесті деп ойлайсыз ба сонда? Енді Ғалымжан өзі басқаша айтып тұр, мына басқаша айтып тұр. Сол кішкене. Бәрімізде қарым-қатынас болды, бірақ десе де енді бір жерде тоғысқан кішкене дұрыс емес болды да. Өмір ғой, өмір. Өмір, иә, бірақ маған реально неприятно. Көреміз, бақтың ішінде болады.